Тизбінің алтын составы Тәп-Тәти КВН командасы. Қаршы алабыз. God make me you mama. Tap-Tati, Tap-Tati. God make me you mama. Tap-Tati, Tap-Tati. God make me act a fool. Tap-Tati, Tap-Tati. Salam. Так, Фазыл, аңлат әлі меңа, нек сен өзіңні жүлер кебек тұтасың, ә? Сенің тизбида оқығаныңны бұлай да барсы да біле. Сынарса мен тизбида бұлақ кіштік. Нәрсе айтасың сіле, кел мұнда, кел, давай. Нәрсе айтасың сіле? Я снова слышу этот татарский язык. Это сахната и сами Тап-Тати, Шакур. Где мои таблетки? А вот мои таблетки. Артур, Что? что с тобой? Все нормально? Хвала Иисусу. Не хворай. Ладно, давайте, пацаны. Давай, счастливо, давай. Пока. Аллаға шүкір, бұл ұрыстан құтылдық. Әйе, қазір енді өзі біздің. Бум-бум-бум, шикарика-рика-рим. Судорога. А? Без русских-то вам никуда. Ну да, уж, конечно. Тап-Тати КВН командасы. Дурашки. Башлап жіберіміз ұсылар. Міне барығыздың дәйімі телевизор қорағанда, каналларыны көшіргенде, міне мұндай тапшыруға ләккәнігіз бардыр. Әкәм-тікәм бара. Ол нәрседен дұрт құрықты. Айық барда ебәт. Ол тағын нәрседен дұрт құрықты. Қарап алды. Хамилын давам етті. Текст читал Фазыл Майдуллин, озвученный и переведен на студии Нева, 2005 год. А қазір достар көз алдыңызға келтіріңіз, егет ауыл бәдәрәфіне түшіп кетті. Улым! Әти? Улым! Әти! Улым! Әти! Так, тоқтал, әти. Біз бет сенің білән 10 ел күрмәдік. Теперь ты знаешь, что твой отец не космонавт. Балықшы бірінші тапқыр утқаносыны тұтты. Йо, бобыр түгіл бетінде. Көз алдыңызға кетіріңіз, экзаменда болған хал. Фазыл, как будет по-татарски стол? Стол. Как? Стол. Я не слышу. Та-та-та-та-та-та-та! А? Так, тихо там! Не, ну вы что, постоянно преподаватели передразниваете, да? Опа, живите!
Дуслар, Питірештен мұндай кішілер қаманда қалған. Туалет унсум. Стульшакны көтер. Ay, como pega el corazón, bum, 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 con tanta fuerza y zapazón, bum, bum, bum. Достар, әйінде шығышып заузағында, мына айтасы келгені біз бір тапқырда финал жырын жырламадық. Хам қазір жырлысыбыз келген еді. Біз тәп-тәти, рахмет! Это не у нас проблемы, все наоборот. Рубль сделал шаг назад, чтоб сделать 2 шага вперед. Ведь даже когда падали, мы поднимались. Русские все